бізде қазір қоғамда жалпы ата-ана мектепті, мектеп ата-ананы кінәлайтын тенденция болып тұр, өкінішке орай. Неге біз уақытты сол сәл бір-бірімізді кінәлаумен өткізіп жатқан сияқтымыз. Бала үйге келеді, бағадан бастаймыз, иә? Немесе кім тиісті, немесе қандай баға алды. Осыны біз сәл, енді мына жерде ата-аналар отыр ғой. Бізге ең бастысы мектепке де, ата-анаға да керек нәрсе дұрыс азамат тәрбиелеп шығару. Мен үнемі айтатын дүние бар, біз білімнен де бұрын дұрыс психологиясы қалыптасқан, ата-анасын сыйлай алатын, өзін елін жақсы көретін, ұстазын құрметтей алатын, ең бірінші кезекте адами тұрғыдан қарайтын осындай кішкентай балапандар. Содан кейін барып біз оған білім береміз. Тәрбие тал бесіктен, оны біздің ата-бабамыз айтып кетті. Ал тал бесік дегеніміз ол үйдегі отбасындағы берілетін дүние. Мен ата-аналарға айтам, алдыма келгенде, сіз қазір сынып жетекшісін кінәлаңыз, тәрбие завучын кінәлаңыз, мені кінәлаңыз, бірақ уақыт өтіп кетеді. Сіз кінәлап жүргенде соны қарап отырған сіздің балаңыз өсіп кетеді, және сол кінәлаудың психологиясын түсінген бала да жақсы болады деп айта алмаймын. Яғни ата-ана мен мектеп әрқашан серіктес болу керек, партнер болу керек, соны үйренуіміз керек. Біз көп жағдайда бірден шауып барамыз мектепке. Мен балам осындай еді, сендер сөйттіңдер, бүйттіңдер, мен балам золотой. Я, әркім баласы өзіне алтын, бірақ өкініштісі соны көріп отырған бала не істейді? Мен ата-анам менің сөзім сөйлеп тұр, ата-анам менің жағымда, мен мұғалімге кез келген нәрсе істей аламын. Енді мен бұл жерде мұғалімнің де сөзін қатты сөйлеу үшін шығып отқан жоқпын. Мен үнемі қолдайтын позиция бұл бала позициясы. Біз баланы тәрбиелеуден кешікпесек деген ой менде. Себебі бәріміз жұмыс бастымыз. Мен өзім 4 балам бар, таңғы 6-да кетем үйден, кешкі 8-де келем. Менде уақыт жоқ. Бұлай арнайы отырып тәрбиемен айналысатын бәріміз де сондаймыз. Шын ғой. Ешкім отырып арнайлап бір бөлмеге кіргізіп алып, ал тәрбие деген осындай болады демейміз. Кешке жақын отырып, дастархан үстінде көңіл күйден бастап. Мен өзім үнемі айтатын сөз бар, біз бір толқында болуымыз керек деймін баламен. Бұл мұғалімге де қатысты емес, бұл ата-анаға да қатысты. Бір толқында болу деген олардың вайбына кіру ғой, былайша айтқанда. Я біз не істейміз? TikTok түсірме, телефон көп ұстайсың, көзіңе зиян, бүйтпе, сөйтпе, шектеу, тыйым. Я? Тыйым ғой. Біз сияқты ойда емес олар. Тыйымды басқаша қабылдайды. Менде уақыт жоқ, ақша тапсам болды деген нәрсе, ол ертең сізді үлкен зардапқа алып келуі мүмкін да, құрметті ата-аналар. Декретке шығып көрмеппін. Балаларыма арнайы бір қамқорлық танытып, оларға бір жағдай жасап, бір бағып, олар 3 жылға дейін отырып деген нәрсе болмаған. Енді Астанада өмір сүру оңай емес, барлықтарыңызда да солай шығар. 6 айлығына жұмысқа шығамыз, бітті, сосын айтып, иә, омырау бергенбіз бе, мәзбіз дегендей. Ең бастысы олардың бағасына, біліміне емес, олардың психологиялық жай күйіне мән берсеңіздер, олардан білімді тұлға шығатыны анық. Рахмет сіздерге.